мына ауылымыздың Тоқтар ауылының көлігі Тоқтар мектебіне келіп тұрмыз. Тұра мектептің артында да шұңқырда не деген масқара. Ертең сабақ басталса балаларымыз құлап кетсе, қайсы бірінің соңынан жүгіреді мұғалімдер. Кім аңдырайды? Құлап кетсе кім жауап береді? Бұл не? Бастады да тастады. Мектеп соғамыз деп ол жоқ. Спорттан соғамыз деп ол жоқ. Қазір августтың ортасы болды енді. Енді оны қашан соғады? Не істейміз? Қолға алған нәрсе ары қарай жалғастырылса екен дейміз. Балдарының жағдайы жасалған соңғы заманауи мектепте оқыса екен дейміз. Мына мектебімізге 30 жыл болды. Ата-ана ретінде біз талап етеміз. Бізге жаңа мектеп соғып берсін. Мына бастаған нәрсе осы күйінде қалсын. Керек жоқ бізге артық мынандай нәрсенің. Мынау деген қазып кетті, майдың ортасында қазып кетті. Мінекей август басталды, әлі жатыр мінекей. Жаңа мектеп керек бізге. Жаңа мектеп керек. Бізге жапсарластырып, спорт зал да соғылмай ақ қойсын. Бөлінген қаражатты тиімді пайдаланып бізге жаңа мектеп соғылсын. Балаларымыз жаңа заманауи мектепте оқысын. Біздің балдарымыздың көрсеткіштері жақсы. Ұстаздарымыздың да біліктілігі жақсы. Өйткені талай жерге барып орындар алып келіп жатыр. Талай жерде мәртебелері биік болып келіп жатыр. Оқысын біздің балдарымыз да жаңа мектепте. Жамай береді, керегі де. 30 жыл жаңа мектепте. Жаңа мектепті біз сұранамыз сіздерден. Облыс әкімінен сұраңдар. Айқайлаңдар. Тұрғындарымыз мінекей 30 жыл болған мына мектепке өңкей жалғау заманға қарай мына балаларымыздың несіне жақсы мектеп. Ертең құлап кетсе балаларымыздың ішінде кім жауап береді? Ата жауап береді, мұғалім жауап береді ма? Бәрі өздері жауап қашады. Заманауи мектеп керек. Жақсы қазіргі заманға асханада мектептің бәрі жамау. Заманға сай керек, заманына сай. Жамбыл облысының әкімінен жаңа мектеп салып беруді сұранамыз. Жаңа мектеп! Тоқтар ауылдық округіне қарасты Төлеген Тоқтаров атындағы орта мектебінің ата-аналарының атынан сөйлеп шығып тұрмыз. Біздің ұсынысымызды, тілегімізді қабыл алып деген ниеттеміз.